Сәлем, достар. Бүгін біз әлем елдеріндегі минералды ресурстардың таралуы туралы сөз қозғаймыз. Бұл қызықты саяхатқа дайын болыңыздар. Жер бетіндегі әрбір елдің өзіндік табиғи байлықтары бар. Олар экономикалық дамуға және халықаралық қатынастарға үлкен әсер етеді. Мысалы, Парсы шығанағы елдері, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Катар, Кувейт әлемдегі мұнай мен табиғи газдың ең ірі қорына ие. Осы байлықтарының арқасында бұл елдер экономикалық тұрғыдан өте жоғары деңгейге көтерілді. Енді темір рудасы туралы айталық. Қытай, Австралия және Бразилия темір рудасын өндіру бойынша көшбасшы елдер. Бұл ресурстар өнеркәсіп пен құрылыс үшін өте маңызды. Ал алтын мен күмістің ең ірі кен орындары оңтүстік Африка, Австралия, ақш және Канадада орналасқан. Бұл бағалы металдар зергерлік бұйымдар мен инвестициялық құралдар ретінде жоғары бағаланады. Мысқа келетін болсақ, Чили мен Перу әлемдік мыс өндірісінің едәуір бөлігін қамтамасыз етеді. Мыс электр сымдары мен электроника өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Табиғи газды Ресей, ақш және Канада көп өндіреді. Бұл энергия көзі үйлерді жылыту және электр энергиясын өндіру үшін қажет. Уран атом энергиясының негізгі шикізаты. Қазақстан, Канада және Австралия уран өндіруде алдыңғы қатарда. Көмір әлемдегі ең көп қолданылатын энергия көздерінің бірі. Қытай, ақш және Үндістан көмірдің ірі өндірушілері. Минералды ресурстардың әрбір ел үшін өзіндік маңызы бар. Оларды тиімді басқару тұрақты дамудың кепілі. Әлемнің минералды байлықтары туралы білу өте маңызды, себебі бұл біздің планетамыздың болашағы.